Күрес күш қуаттың қайнар көзі. Күрес мықтылық мектебі. Күрес денсаулық кепілі. Күрес асқақ рухтың көрінісі. Күрес жауынгерлер жолы. Күрес бабалардан қалған мұра. Әрбір ұлттың ғасырлар бойында өзімен бірге жасап келе жатқан өлмес мұрасы, мәдениеті мен салты болады. Қазақ халқының өзге ұлттардан бөлекше құндылықтары бүгінге дейін жақсы сақталып жеткен. Қазақ ұлтының зор рухани байлығы ретінде ұлттық мәдениетімізді, оның ішінде салттарымыз болып саналатын дәстүрлі ойындарымызды айтуға болады. Мысалы, бүркітпен аң аулау, ат жарыстыру, садақ ату, жамбы ату, теңге ілу және балуан күрестіру. Күрес көне спорт түрлерінің біріне жатады. Күрес алғаш пайда болғаннан бастап, Азияны мекендеген барлық көшпелі халықтар арасында кең таралған. Бүгінге жеткен көне қолжазбаларда күрес туралы мәліметтер көптеп кездеседі. Күрес Еуразияны мекендеген көптеген тайпалар батырларының әскери шеберлігінің бастау алған спорт түрі. Сөзімізге дәлел ретінде сақ дәуірінен қалған, тастарға қашаған мұраларының ішінен күресіп жатқан бейнелер көптеп кездесетінін айта кету керек. Қазақ халқының өзге көшпелі халықтардан үлкен бір айырмашылығы балуан күрестіруді өнер деп бағалаған. Өздерінің тойлары, мейрамдары, аталарының ас бергенде, жәрмеңкелерде ат шаптырып, балуан күрестірген. Бұл туралы ауыз әдебиет үлгілерінде, мысалы ертегілер, аңыздар, батырлар жыры, этнографиялық жазбалар, тарихи және көркем шығармаларда, археологиялық қазба деректерде қазақ күресі туралы көп мәліметтер сақталған. Белгілі түркі тілдерін зерттеуші ғалым Сүлейменов Олимпиада сөзінің шығу тегін зерттей келе, бұл сөздің шығу төркінін түркілермен байланыстырып, көне түркілердің ас беру кезінде ат жарыстырып, балуан күрестіретіні туралы айтады. Күрес өнері туралы халықтық ауыз әдебиет үлгісі болып саналатын ертөстік ертегісінде де айтылып, онда таусоғар балуанның бейнесі жасалған. Оның күштілігінен ешбір балуан оны жеңе алмайды. Ол өзінің күшін көрсету үшін бір тауды да көтеріп алғаны туралы ертегіде айтылады. Қазақтар өздерінің ұлдарын, балаларды батырдай өжет етіп тәрбиелеу үшін жастайынан күреске баулыған. Қазақ күресінің ерекшеліктерінің бірі ретінде мына ережелерді атап өтсек болады. Қазақ күресінде қолмен ұруға, аяқпен тебуге болмайды. Бұл ретте айта кететін жайт, көшпенділер жауынгер халық бола тұра, адамға аяушылықпен қараған. Балуан күресудің ең бір үлкен жетістігі сол, бұл қарусыз шайқас. Мұнда қан төгіс жоқ. Қазақ күресінде тұрып күреседі, жатып алып умаждамайды. Аяқтан ұстауға тыйым салынады. Қазақ күресінің өзіндік әдіс тәсілдері де бар. Мысалы, қазақ күресінде жамбас әдісі, иықтан асыра лақтыру, арқадан асыра лақтыру, өңгеріп лақтыру, орап лақтыру, кеудеден асыра лақтыру, өкшеден іліп лақтыру, диірмен секілді әдістер қолданылады. Қазақ күресінің тарихына қарар болсақ, балуандарға арнайы киім тікпеген. Балуандар киімді келісілген түрде таңдайтын болған.
Қазіргі талап бойынша балуанның киімі ұлттық киім үлгісі ерекшелігін сақтаған, күресуге ыңғайлы, сәнді болу керек. Орта ғасырда ел ішіндегі тойлар, ас берулер, арнайы мейрам, жәрмеңкелерде балуан күресі болып отырса, 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басына қарай қазақ күресі сол кезге елдің саяси ахуалына байланысты өзгеше сипат алады. Ресей империясының қарамағында болған осы кезеңде қазақ күресі цирктерде өте бастайды. Қазақ күресі қазақтың мықты балуандары есімі әлемге мәшһүр бола бастайды. Қазақ халқында атайгілі балуандар көп ақ. Дегенмен қазақ күресінің, қазақ халқының тарихында балуан Шолақ пен Қажымұқанның алатын орны үлкен. Балуан Шолақ 14 жасынан бастап күреске түсіп, ат құлағында ойнаған спортшы болған. Шауып келе жатқан ат үстінде әртүрлі күрделі жаттығуларды шебер орындаған. Көкшетау қаласындағы үлкен жиындарда 830 келелік кірдің тасын көтеріп, дүйім жұртты таң қалдырған. 1899 жылы орыс балуаны Иван Коренмен күресіп, оны жеңген еді. Қазақ халқы тарихында ең мықты балуан, аты әлемге белгілі спортшы Қажымұқан Мұңайтпасов. Қажымұқан қазақ елінің мақтанышы, алып күш иесі, теңдесі жоқ кәсіпқой балуан ретінде тарихта аты қалды. Күрес өнерінің бірнеше түрін жетік меңгеріп, бәсекелестерінен басым түскен Қажымұқан әлем чемпионы атағына қол жеткізген тұңғыш қазақ батыры. Дүние жүзінің 28 мемлекетін аралап, сол жерлердің саңлақтарымен белдесіп, қоржынына 56 медаль салған. Қазақ күресі еліміз тәуелсіздігін алғанға дейін басқа күрес түрлерінің көлеңкесінде қалып келеді. Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алған 1991 жылдан бері қазақ халқы өзінің ұлттық құндылықтары мен мәдениетін, әдебиетін, салт дәстүрін, ұлттық ойындарын ел ішінде қайта насихаттап, жан-жақты дамыта бастады. Ел ішінде тұрақты түрде қазақ күресінен жарыстар, чемпионаттар өтеді. Қазақ күресінен ел біріншілігі, Азия және әлем чемпионаты ұйымдастырылып келеді. Соңғы 5 жылда қазақ күресі елімізде айрықша танымал спорт түріне айналды. Оған Қазақстан барысы, қазақ күресін дамыту қоры үлкен үлес қосты. Осы қордың ұйытқы болуымен 2011 жылдан бері ұйымдастырылып келе жатқан Қазақстан барысы турнирі бүгінде республикадағы аудиториясы ең көп жарысқа айналды. Сондай-ақ Еуразия құрлығының қатысушы командаларына арналған Еуразия барысы және әлемнің үздік балуандары бақ сынайтын әлем барысы халықаралық турнирлері көрермен көзайымына айналды. Қордың ерекше мақтанышы балалар мен жасөспірімдер арасында өтетін жас барыс республикалық турнирі. Аталмыш турнирлерді ұйымдастырудағы мақсат жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру, олардың өз халқының тарихына, құндылықтарына деген қызығушылығын арттыру, қазақ күресін, ұлттық өнерімізді жалпы әлемге кеңінен насихаттау, басқа күрес түрлерімен терезесін тең ету, ғасырлар сүзгісінен өткен, бүгінгі күнге жеткен қазақ күресі оған әбден лайық.